Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қазақтың ұлттық тағамы бешбармақты дайындайтын боламын. Еттің дәмді әрі тез пісуі үшін бір лайфхакпен бөлісетін боламын. Және дүкеннен сатып алынған қамырды қалай крахмалын кетіріп, қолдан иленген қамыр сияқты өте дәмді болып пісуі үшін де бір құпиясымен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоны толық көріп шығыңыздар. Ең алдымен етімізді, қазыны, шұжықты саламыз. Егер еттеріңіз майлы болмаса, құйрық май салуға болады. Дәл менікіндей қабырғаларды салып, енді қазанға суымды құйып, суық суды құямыз да бір жуаны салатын боламыз. Бұл ет толық піскенше жуада осымен бірге етпен бірге қайнайтын болады. Бұның ең бір ерекшелігі лайфхак деп атауға болады. Енді көбікті бір жерде қатты шашыратпайды. Міне осылай бір жерде жиналып тұрады көбіктеріңіз. Және етке керемет тәтті дәм береді. Міндетті түрде мен сияқты осылай жуаны салып көріңіздер. Ет қайнаған кезде міндетті түрде осындай көбіктері шығады. Сол көбіктерін алып алатын боламыз. Ет қайнап жатқан кезде міне магазиннен сатып алған қамырды осындай тегешке саламыз да суық су құйып, жақсылап осылай крахмалын кетіріп алатын боламыз. Сонда бұл магазиннен алынған, дүкеннен алынған қамыр жұмсақ кәдімгі қолдан иленген қамырдан айырмашылығы болмайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Артық крахмал, көбіне крахмал көп болғандықтан қамырымыз қатты болып тұрады ғой. Осындай әдісті қолданып көріңіздер. Осымен менің еттер пісті толығымен. Енді жаңағы суға жуып алған қамырымызды, магазиннен, дүкеннен сатып алынған қамырды осы сорпамызға салатын боламыз. Толық пісіретін боламыз. Қамыр шамамен 5-7 минутта пісті. Кәдімгі қолдан иленген қамырдан ешқандай айырмашылығы жоқ. Өте дәмді, жұмсақ болып піседі. Осындай лайфхакты пайдаланып көріңіздер. Біз кәдімгі бешбармақ жеген кезде міндетті түрде картоп қосамыз. Кейбір жерлерде сәбіз қосады. Енді ол өз қалауларыңызша мүлдем қоспасаңыздар да болады. Міндетті түрде осындай лайфхактарды пайдаланып жасап көріңіздер. Ас болсын.